сөйтіп кетті, блок қойылып қалыпты флешкада. Жетеді ме? Кетті. Сылдырлап кейде қамыс, кейде бұлақ. Қырдағы қоңыр түнде жыр көшкендей, желді аяқ шауып тұлпар топты жарса, саусақтар үсті-үстіне қамшылады. Күй шайдап көшкен елдің күйін тартып, қошемет болса қалай болдырады. Шаңқылдап бірде аспанда тау қыраны күрпілдеп бірде бие саудырады. Майдалап бірде қоңыр самал соғып, бұрқ-сарқ бірде нөсер жаудырады. Домбыра қарғылады, орғылады, манаурап тыңдаған жан салбырады. Ассалаумағалейкум, армысыздар, әнмен әрленіп, күймен тербелген ағайын ағайын. Қасиетті қара домбыраның шанағынан төңілген қоңыр үнге ұйып, күй қыдырынне бас үйген өнерсер қауым. Қош келдіңіздер. Өнер киелі, десе де сол өнердің киесін шәкірт жүрегіне ұялатып, саусағына қуат, санасына нұр беретін ол әлбетте ұстаз. Алаштың аяулы ақыны Мағжанның, алты алаштың баласы бас қосса, төр ұстаздікі деуде тегін емес. Бүгінгі кештің басты кейіпкері Нұрмұхаммедтің де өнер айдынында еркін жүзіп, қанатының қатайып, дәулеске күйшілердің ізін басуы осы ұлы мектептің жемісі. Олай болса, талай дарынның бағын ашып, бабын тапқан, мәдениет саласының үздігі, облыстық білім беру саласының еңбек сіңірген қызметкері Гүлжамал Әбішеваға да айрықша ілтипатпен қошемет көрсетіп қояды. Гүлжамал Көшенқызы, бүгінгі төрде құрметте өзіңіздікі. Ұшта құстың, шапса тұлпардың аяғы талатын қазақтың ұлан-ғайыр даласы кеңдігімен дархан. Сонымен қоса ұлы музыкалық мұхит па дерсін. Ұстаздың ақ батасын арқалаған шәкірттің жолы енді осы қасиетті пұшпақпен ұласпақ. Қазақтың жаны жеті қатпар десек, сол жадымызды жаңғыртқан жеті күйшілік мектеп ұлтымыздың жеті қары һәм жеті асылы. Бүгін Нұрмұхаммед-ұлдарыңыз сіздерді сол жеті мектептің сарқытымен сусындатып, әр мектептің тылсымына жетелей түспек. Олай болса, Сақи даланың жеті қатпарынан жеткен жеті күй мектебінің тарихына үңілейік. Ортаға саусағынан сарын санаған кеш иесі жас өрен Нұрмұхаммедті құрмет қошеметпен алдырамыз. Өнердің өзегін, күйдің киесін түсінген ардақты ағайын. Бүгін біз Тәттімбет атындағы киелі өнер ордасында бабалардың қоңыр үні жаңғырған мекенде жүздесіп отырғанымыздың өзінде бір айрықша мән бар. Ендеше кешіміздің тізгін қағар күйін шертпе күйдің шебері Тәтекеңнің шоқтығы биік туындысы бес төремен бастауды ләзім көрдік. Қабыл алыңыздар.
Сардырған күйдің енді жетісудың нәзіктен мұңды сазына құлақ түрелік. Күй керуенінің келесі аялдамасы оңтүстік шығыс Қазақстанның сырлы әлемі. Қазақ даласындағы 7 мектептің ішінде Жетісу өңірінің орны айрықша. Бұл өлке нәзік иірімдер мен терең толғаныстардың мекені. 19 ғасырда қазақ әдебиетіне зар заман ағымының ірі өкілі Шортанбайдың шертпесін қабыл алыңыздар. Ал ағайын, нәзік шертпеден Алтайдың ағиығына, Тарбағатайдың заңғар шыңдарына ат басын бұрайық. Күй керуенінің келесі белесі Тарбағатай күйшілік мектебінің негізін салушы біртуар дарын иесі Қайрақбай Шәрекенұлының Молғоңыр күйі.
Алтайдың асқақ рухынан кейін күй керуенінің тізгінін сырлы әуенге толы сыр бойына қарай сілтейік. Қазақ күйшілік өнерінде 62 Ақжелең атты алып күй керуені бар. Ал сол керуеннің көшін бастап жол сілтейтін негізгі туынды Қазанғаптың күй шақырғышы. Сондықтан да бұл шығарманы өнерпаздар күй басы немесе көшбасшы деп атайды. Сахнада Мұхаммед Жақанов. шақырышпен күйімізді шақырып алсақ келесі күйге де кезек берейік. Күй өнері тек адамның ішкі тебіренісі ғана емес, ол
айналамыздағы тіршіліктің дыбыстық бейнесі. Олай болса, кезекті күйіміз сыр бойының әйгілі күйшісі Мырза Тоқтаболатұлының халық арасында Шал Мырза атымен белгілі Дүлдүлдің туындысы Бұғының күйіне кезек береміз. Сыр бойының сырлы сазынан кейін енді батыстың айбынды рухына дүбірлі төкпегеде кезек келді. Күй керуенінің келесі аялдамасы күй атасы Құрманғазы. Қазақ күйінің киесі, иесі болған Құрманғазының мұрасы ұлтымыздың өшпес рухы. Қазір орындалатын күй алдарыңызда күрделілігі мен мазмұны жағынан Тәтекеңнің бес төресімен деңгейлес келетін шоқтығы биік туынды Төремұрат күйі.
Алтай мен Арқаны, Сыр мен Орданы, Жетісуды шармаған күй керуеніміз осылайша қазақ даласының жеті қатпары шежіресін жаңғыртты. Күйдің құдіреті мен жеті аймақтың рухын сезінген болсақ, ендігі кезек көңілдің сарайын ашып, жанында тебірентер әсем әуенде. Сахна төріне Тәттімбет атындағы өнер колледжінің дәстүрлі ән салу бөлімінің жас таланттарын, ұлттық өнердің келешек мақтаныштарын шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Сахнада Абай Шойманов, Аяжан Әкеева, Алтынбек Жиенбаев, Нұрғазы Нұрғалибек, Төлеутай Еркеназ. Жас өнерпаздарды қолдап отырайық. Отыз бен 45-тің арасында ол жүрдік сөзім орта кәрі жаста сағым бір баспай жүрмін талай дер баспай түйін тойдың ішінде ән салушы солай İnana tuğan tangın aşağında yetip saskıran kalıp oksadım Allah'ımda yalağanım halkım ene Ağlar sassayı biri hoşçakalın Alalay dillay dilalay dillay Alalay dilalay kavlilalay Dilalay kavlilalay
Домбыра моншоо шишийн болдон нэгэ күй дулгаан көкөрөйг шижрэмээ сор болго басарлаадан жөдөлөөсөн савсагын тип гитсэн шигээ деп долбас хасам күйдөн көнөгөөс харьяадай дангал көкөрөйг тарихшылдығын сүйсіне аспеттеген бүгінгі кеште Нұрмұхаммедтің өнердегі ағалары күй өнерінің белгілі діңгектері арнайы келіп отыр. Қазақта жақсының өзінен де сөзінен де нұр тамады дейді. Олай болса, сахна төріне Нұрмұхаммедтің бір топ ардақты ағаларын күй өнерінің саңлақтарын шақырамыз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры, дәулескер күйші Жанғали Жүзбай, Республикалық күйшілер одағының Қарағанды облысының басшысы, Аққыз мұрасын дәріптеуші әрі жиені Болат Тәкішев, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қайрат Айтбаев және халықаралық республикалық конкурстардың бірнеше мәрте лауреаттары күйші Сырым Шыңбай мен Темірлан Құлапты құрмет қошеметпен ортаға алдырамыз. Ағалар, төрде күй кезегі де өздеріңізде, алдымен бір лебіздеріңізді білдіріп қойсаңыздар болады. Қымбатты әріптестер, қымбатты осы керемет Тәттімбет бабамыз атындағы өнер колледжінің ұжымы, қымбатты әріптестерім, қымбатты Гүлжамал қарындасым мінеге өнердегі. Бүгін ерекше бір кеш болып отыр. Сосын мына ортамыздан шыққан аса дарынды, талапты күйші баламыз болғаннан кейін соның бірінші концертіне, өте беделді концертіне біз де қуанып сонау жерден келіп отырмыз. Сондықтан баршаңызды осы бір тамаша концертпен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ал енді бүгінгі концертте біз тілекші болып көрермен болып отыруға тиіс едік, дегенменен күй шашу болсын деп отыр. Сондықтан бір күй орындап беруге рұқсат етіңіздер.
құрметті бүгінгі мынау Нұрмұхамед баламыздың үй шашу кешіне жиналған қауым, барлықтарыңызға осы баламыздың бүгінгі үлкен кеші тырнақ алды. Мына халықтың алдына шығып тұрған алғашқы концерті құтты болсын барлықтарыңызға. Осы бауырымыздың мынау ел алдына шығып күй тартып, мына арқада мынау шерте күй тартып, үлкен дәстүрлі күй орындағанына мен қуанып, мынау Қарағанды күйшілер одағының атынан, өзіміздің атымыздан аздаған сыйлығым бар, соны табыс етейін. Енді менің орындайтын ақыз күйшінің бүгінгі келіп жеткен 9 күйінің көңілірек бір күйін тартам. Қосбастардың күйін қабыл алыңыздар. Қабыл алыңыздар. Аққыз күйін дәріптеуші әрі жиені Болат Тәкішев ағамыз. Күйдің шежіресін ағаларымыздың өз орындауда тыңдаудың өзі біз үшін бір ғанибет. Келесі Сырым Шоңбай, Кет туғаның күйі Ақсақ Құлан.
Ардақты ағайын, ассалаумағалейкум. Тамаша кештің куәсі болып отырмыз. Баяғыда бір әңгіме естіп едім. Осы Мұхтар Әуезов, осы жігіт жақсы болады ау деп бір ауыз пікір білдірсе, сол азамат қалықтап биікке аспанға ұшады дейді. Осы азамат болмайды ау десе, ол азамат құлдилап төмендетеді дейді. Сол сияқты мына біздің қазақтың ішінде түркі дүниясының ақсақалы атанған Дүйсен Қорабайлы Қасиет деген ақсақалымыз бар, ағамыз бар. Сол кісіден естіп едім осында Мұхаммед жайында. Сенбек адында стипендия тағайындадым. Осы заматта Астанада бір жақсы кеш болып жатыр екен. Қайрат, соған қосып жүрсек қалай болады деп әңгіме, таныстық содан басталып еді. Сол кезде шерткенін көрдік. Одан соң мен былтыр Тәттімбеттің 210 жылдық мерейтойына арнап концерт бергенімде осы Нұрмұхамедті аттай қалап осы Қараған елінен шақырдық. Неге десеңіздер, мына Шертбек үй деген үлкен әлем әр кезде әр қарай бағаланды. Совет дәуірінде әсіресе өткен ғасырдың бастап кезеңінде, алғаш ширегінде қатты қудаланғанын білесіздер. Дей тұрғанмен әлі күнге дейін сол Шертбек үйге деген пікір толық күйінде өзгерген жоқ. Дей тұрғанмен аздап қозғалыс бар, сенім бұзылғаны көрінеді. Осы жігіттердің Шертбек үйден ұмтылысын көргенде былтыр бір осы Қарағандыда бір кешке қатысып едім. Сонда осы колледждің бірнеше азаматының жастар студенттерін көрдім. Ана күйді бұлай тартады екен, ана күйші бұлай тартады екен деп ютубтан анда-мындан ізденіс басқа деңгейге көшкен екен. Ол жақсылық қой. Демек, педагогтар да осы жердегі ардақты ұстаздары демек студенттерін қамшылай бастады деген сөз. Осы Нұрмұхамедтің шелісіне, тарту мәнеріне қарап өткенде қатты ырза болдық. Осы тұрғыда ұстаздарына алғыс айтамыз. Күй үйреткен, тәрбиелеген және мына қараңыздаршы, колледж тұрмақ, біз жасымыз 40-қа келгенде 40-қа жақындағанда әзір бергенбіз концерттерде. Ал колледждің де оқып жүріп, мұншама халық жинап концерт қойып енді бізде Жанғали ағамыз ұстазымыз бастап осындай жас өренді қолдайық деп келдік. Тәттімбеттің азамат қожасын бір қайыр тарттым. Мұндай дәулескер күйшілер күнде келе бермейді. Қолдап қошеметтеп отырайық.
Ендігі кезек Нұрмұхамедтің ұстазы, халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Темір Құбат халық күйі не дайыр болған. Халық жүк болсын деп өтініп тұр екен. Қошеметтеп отырайық.
Нұрмұхамед шәкіртіміздің кешіне қош келіп жатсыздар. Қолдауларыңыз көптен көп рахмет. Бұл жерде енді жаңа немере шәкірт дейді ғой, Гүлжамал апайымыз осы Нұрмұхамед баланы біраз ақылға қондырып, біразын үйретіп, тоқып, соның бәрін менен алмаса да, бірақ апайдың үлкен бір еңбегі бар. Сол апайыма арнап, мен де 40 жыл келе алмадым. Bir сыйлығым болсын. Осы жерде тоғызым. Артына шапан жапсам деген ой. Рахмет. Қасымдағы халқымызда жігітке жеті өнерде аз деген тәмсілі барын білеміз. Осы уақытқа дейін Нұрмұхамедті тек саусағынан күй саулатқан дәулескер домбырашы деп білсек, бүгінгі кештен кейін оны жаны нәзік, сырбаз, әнші ретінде де танисыздар. Ендеше Арқаның кең даласын тербеткен Мүбәрак Салықовтың Сарыарқа әніне кезектірейік. Ортада кеш иесі Нұрмұхамед. Бәрекелді. Қадірменді ағайын,
Күй керуенimiz Маңғыстаудың Маңғаз даласына, Каспийдің толқынындай тулаған түбек күйшілік мектебіне де ат басын тіреді. Бұл аймақтың күйлері өзіндік өрнегімен, ешкімге ұқсамайтын күрделі техникасымен ерекшеленеді. Алдарыңызда орындалатын Өскінбайдың жаңылтпаш күйі нағыз ептілік пен шеберліктің символы. Ел аузындағы аңыз бойынша Өскінбай күйші атақты Құлыбаймен бақ сынасып, күй тартысқа түскенде дәл осы жаңылтпаш арқылы қарсыласын шаң қаптырып, жеңіске жеткен екен. Күйдің атау айтып тұрғандай, мұндағы саусақ қағыстар мен ырғақтардың жиілігі сондай, майталман күйшілердің өзін жаңылдырса керек. Олай болса, бүгін осы тамаша һәм күрделі туындыны сахна төрінде Нұрмұхамед пен Құрмаш қызы Әлия нағыз күй тартыс ретінде тарту етпек. Екі жас таланттың өнер бәсекесіне, домбыра шанағынан от шашыратқан ептілігіне куә болыңыздар. Жаңылтпаш кесін шынында жаңғырады. Нағыз талант ешқашан бір орында тұралап қалмайды. Нұрмұхамед өнер мен білім тоғысқан киелі ордада тек шебер орындаушы ғана емес, қашанда белсенділік танытып, кез келген егістің басына жүретін нағыз ұйымдастырушы ретінде де танымал. Ендеше қарсы алыңыздар. Жорық этно-би ансамблі.
кыйкулап отурайын.
қолдап отырыңыздар. Рахмет. Кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезов өз сөзінде әнге әуес, күйге құмар бала шынында өмірге ғашық болып келді деп дөп басып айтқан. Расында да жүрегі күймен тербелген жанның достыққа да адалдығы да ерекше болмақ. Бұл дегеніміз бір-біріне деген шынайы сыйластықтың, өнерге деген құштарлықтың белгісі. Бірге ізденіп, бірге оқыған жастардың да достығы берік, арнауы ақ болмақ. Бүгін осы киелі Тәттімбет атындағы өнер колледжінің қабырғасында білім алып, өнер айдынында бірге еске кесіп келе жатқан Нұрмұхамедтің үзең үлестер де арнайы тарту әзірлепті. Бауыржан Ақтай, шашу, қарсы алыңыздар. курстастардан керемет тарту болды. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кейін бұра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп Қадыр ақын айтқандай, шында тұтас қазақтың болмыс бітімі
Өрлігі мен ерлігі, рухы мен жігері осынау күймен астасып жатыр. Ендігі кезекте білектің күші мен саусақтың ептілігі сыналатын, делебені қоздыратын нағыз өнер додасы күй тартысқа кезек береміз. Ортада қос дос Нұрмұхамед Жақан, Елдар Мақсұтбек және арнайы кеш қонақтары Сырым Шоңбай мен Темірлан Құбатты дүбірлі күй тартысқа ортаға алдырамыз. Құрметтеп, қошеметтеп отырыңыздар. Біржан Салдың өзі кезінде тәттімбет ардагерім барған асқан 40 түрлі күй арнаған бармағына деп жоғары баға бергенге, шынында бұл жай ғана саз емес, бұл қырдың тепкісімен тартылатын құдірет. Ал ортада күй тартысының күйшілері жиналды.
аяқталған жоқ, көрермендер, сәл дамылдай тұрыңыздар. Қалай десек те, қазақтың жаны күйінде, жанының барлық қатпарлары, қуанышы мен қайғысы, күйініші мен сүйініші, мұң шері мен шаттығы баяулап, толқындап, тасқындап, тек осы домбыра шанағынан төгіледі. Қазақтың мінезі, ерлігі мен өрлігі, сабыр, сабаты да қазақтың күйлерінде жатыр. 90 ауыз сөзін толықтай түйін ретінде құттықтау сөз үшін Тәттімбет атындағы өнер колледжінің басшысы Бауыржан Ермұхамбетұлы және Ермұхамбеттің алғашқы ұстазы Жанат Нариманқызын, қазіргі ұстазы Гүлжамал Көшенқызын және еңбек даңқы орденінің иегері Шертпе күйдің шебері халық күйшісі Қалкен аға және жырау Тілеген Әділовті ортаға алдырамыз. Қайырлы кеш, құрметті өнерсүйер қауым. Қазақтың дәстүрлі күйін, өнерін құрметтейтін мына жерде өзі ерекше көрермен жиналды. Бүгін Нұрмұхамедтің міне үлкен сахнаға тұсауы кесіліп, біздің қасиетті қара шаңырақ Тәттімбет атындағы өнер колледжінің сахнасынан бастау алып жатсын. Үлкен ағаларың жолында ашып жатыр, сол ағаларының жолын берсін саған әрқашан. Енді бұл жерде ең басты ата-ананың еңбегі, баланы осы жолды, өнер жолын алғанда қолдап, қолпаштап, осы өнерге деген қызығушылығыңды арттырып, қолдау көрсетіп жатқаннан кейін осындай міне үлкен дәрежеге жетіп жатсың. Және де сенің өміріңде кездескен жақсы ұстаздар кездесті саған жолында. Жанат Нариманына міне үлкен саған осындай өнер жолына қызығушылығыңды арттырып, осындай домбыраға деген сүйіспеншілігіңді арттырған осы Жанат Наримановнаға ең басты бірінші сізге үлкен алғыс. Өйткені алғашқы ұстаз қалай баланың көңілін қалап осы жолын сілтеп жүрсе, әрі қарай солай кетеді. Одан кейін жаңа Темірлан мұғалімің жақсы кездесті. Міне одан кейін Гүлжамал апайым міне қаншама еңбек сіңіріп жатыр. Мына жерде ағаларың алыстан келіп, сенің бір ауыз сөзіңе келіп, мынадай қолдау көрсетіп жатыр. Сенің мына баланың бағашысын деп жолыңды ашып жатыр. Осы ағаларың жолын беріп, үлкен атақты күйші бол. Біздің Тәттімбет атындағы өнер колледжінің атын шығаратын, біз Қазақстанға, шетелге танытатын, қазақты танытатын үлкен атақты күйші бол. Мына негізі дәстүрлі музыканы қазіргі өзі техникаға жақындап жатқан кезде құрметтеп осындай осы жолға түскен өнерге келіп жатқан шәкірттерімізге, қолдап жатқан ата-аналарымызға мен үлкен алғысымды білдіремін. Мына жерде саған жазылған менің атымнан тілегім бар. Оны оқып уақыт алмай қояйын. Одан кейін биылғы жылы бізде Тәттімбеттің 210 жылдығына арналған үлкен республикалық конференция өтті. Сол біздің биылғы жылы Тәттімбеттану элективті курсы жүріп жатыр. Осының ішінде сол саған естелік болсын деп колледждің атынан сол курстың бағдарламасы және кітапшалары. Құрметті күйсүйер қауым, менікі бір үлкен бір жобаға тап болып отырмыз, бәріміз тамашалай, өте жақсы тамашаладық. Ол жастардың, әсіресе шертпе күйшілердің дамып өсіп келе жатқанына біз енді ризамыз әрине. Мысалы жаңа ғана Қайрат бауырым айтып кетті, мен 40 жылда концерт берген, мінекей бауырларымыз қандай тамаша шәкіртім, көлсін шәкіртім концерт беріп отыр. Ол үлкен жетістік. Біздің заманымызда домбырада болған жоқ, күйшілерде болған жоқ енді. Ал енді кімдің Нұрмұхамедтің өзі негізі көптен бері танимын. Ылғи іздеп тауып алады.
екеуміз кездесеміз, қай жерде шертпек үй болса сол жерде Нұрмұхамед жүреді. Сонымен біраз енді жаңа көбінесе бұл төкпек үйлерді тамашалады, ал енді сіздер енді оны естігендер де бар, естімегендер бар. Бұл шертпек үйді тамаша шертеді. Кәдімгідей мен риза тәнті болғаным, оның шертпек үйді Әбікеннің есімен үйреніп бір жатыр, шертсін. Ол әбікенше тарту оңай емес. Сондықтан енді мінекей осы Наурыз мейрамымен қазір кездесіп отырмыз ки Нұрмұхамед талабың өрлей берсін, өнерің өрлей берсін, өмірің төрлей берсін, талабың талмай, осыны биік жетістіктер шыңнан көріне бер. Өзіме ал енді азмауы қарам. Шапан құрметпен берейін деп отырмын. Құрметті әріптестер, құрметті қала тұрғындары, бүгін Нұрмұхамедтің керемет кешіне куә болып отырмыз. Өзі Нұрмұхамед Қасым Аманжолов мектебінің дәрежесін көтеріп, осы Тәттімбет атындағы колледждің дәрежесін өтіп, осы Қарағанды облысының мықты музыканты болып өрлей бер. Бүгінгі шығармашылық кешің құтты болсын. Сенің бұл ең алғашқы қадамың осындай болса, ары қарай білмеймін не болатынын. Енді мына жерде осы колледждің директорына Бауыржан, ол да менің оқушым. Ана жерде Санжар деген отыр, ең профессионал Санжар. Профессионал оқушыларымды көріп, мына жерде Нұрмұхамед бүгін куә болып жатсыздар. Енді осыларға қарап, біз енді ұстаздан шәкірт озып жатса, бұл ең бақыт деп есептеймін. Есептеп тұрмайтын. Енді көп сөйлемей қойын, енді бүгінгі міне Нұрмұхамедтің кеші шығармашылық құтты болсын. Бағыт беріп, осындай мамандықты таңдағаныңа саған көп рахмет. Ол жерде де көп жұмыс істедің, ата-анасына рахмет. Мамандық таңдағанда мен қарап өзім қуанып тұрмын. Дұрыс мамандықты таңдағанда. Шығармашылықта биіктей бер, асқақтай бер. Ассалаумағалейкум, қадірлі өнер сүйер, күй сүйер, жыр сүйер қауым. Енді Нұрмұхамедтің бабалары жатқан киелі, тағылы деген, бұғылы деген топырақта мен де өскен. Бұл кісінің бабалары, бұл кісінің аталары ән мен жырды, күйді ертеп мінген адамдар. Бұл Нұрмұхамед деген қолына домбыра алмаса, біз өкініште қалатын ек, бірақ енді Нұрмұхамед қолына домбыра алғаннан кейін бабадан келе жатқан дәстүрді жаңғыртты. Сол тағылы мен бұғылының бүкіл елдің атынан Нұрмұхамед көсеген көгерсін, көрпен ұлғайсын. Біз сенен күтетініміз көп, сенен үлкен қабырғалы күйші шығатыныңа біз сенімдіміз. Кез келген адам домбырашы болуы мүмкін, бірақ күйші болу, жүрекпен күй шерту деген ол оңай нәрсе емес. Сенің жүрегіңнен соны байқадық. Тәнінде Тәттімбеттің, қанында Қыздарбектің, сүйегінде Сембектің күйшісі бар. Нұрмұхамед деген қазақтың үлкен күйшісі болатынына мен сенімдімін. Ел аман, жұрт тыныш болсын, осы ел сені сыйлап қадірлеп келіп отыр. Сенің әлі биік белестерден шыққаныңа біз куәгер боламыз. Мен сенің әкеңнің досымын. Мен сенің еліңнен бұғылы тағылының бүкіл ақ сәлемін алып келіп отырмын. Көсеген көгерсін.
жарық, құрметті қонақтар, құрметті мынау Нұрмұхаметті қолдап келген осында көрермендер, сіздерге мың алғыс айтамын. Осындай кішкентай ғана баланы қолдап, сонау жерден, Астанадан, Алматыдан келген ағаларына үлкен алғысымды білдіремін ең бірінші. Өйткені кішкентай баланың өнерін ары қарай өрлей берсін деп олар батасын беруге келген екен Нұрмұхамет. Сол кісілерге мен де қосыламын. Мен де саған батамды беремін дейші. Өнерің өрлей берсін жаным. Әрқашан жолың ашық болсын. Сені тек қана үлкен сахнадан көре берейік. Осы Қазақстан бойып сені күйші деген атаққа ие болып, бұйыртса сен осы күйдің артынан жүгірем, ізденем деп жатсың ғой, сол ізденбаз болады деп, күйшіні зерттейді деп, мен мына жерде бір кішкентай ғана сыйлық әкеліп отырмын. Мәңгілік сарын, ертең бұл таспалар шықпайды да, бұл саған үлкен қор болады. Болашақта зерттеуші кезінде. Осы енді өнерің әрқашан өрге жүре берсін. Енді мынау ата-анаңа үлкен рахметімді айтамын. Осындай ұлды тәрбиелеп, бізге бергендеріңіз үшін мың алғыс. Және осы жерде отырған осы жерде біздің мынау колледждің шаңырағы, біздің басшыларымызға көп үлкен рахметімді айтамын. Оның ішінде өзіміздің бөлім меңгерушісі Гүлмаржан Абайқызына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Ассалаумағалейкум, қадірменді әріптестеріміз, қадірменді өнерсүйер қауым. Мынау қазақта бір сөз бар ғой, жарғақ құлағы жастыққа тимейді деп. Осы Гүлекеңнің балалары, оқушылары дегенде жарғақ құлағы жастыққа тимейді. Соның бірі көріп отқан міне бүгінгі Нұрмұхамет балаларыңыз. Оның жаңа алдында болған ағасы Темірлан міне. Бұлардың бәрі сол жаңағы өнерде осы Гүлжамал апайымыздан қайнар шыққан бұлақтары. Қазақта айтады, бұлақ көрсең көзін аш дейді. Көзін ашқанда біздің Гүлжамал апайымыз қалай ашып жатыр. Өнерге қосып жатыр, додалы өнерге, кереметіне қосып жатыр. Абай айтпақшы, әсемпаз болмар неге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш неге кетің таптап арқалан болса кірпіш күнеге кетің тауып қаланы бер. Айналайындағы жол саған. Біз енді өзіміздің бөліміміздің алғысымызды Гүлжамал көшемізіне білдіргіміз келеді. Жағыңыз түспей жамандық көрмеңіз. Осындай дарынды шәкірттеріңізді ортаңызда жүріңіз. Келсеңіз бері қарай. Құшақта сәттейдің алдында. Бөлімнің атынан шоқ гүл. Және осы кештің өту басы қасында жүрген бөлім меңгерушісі Гүлмаржан Абайқызына құрмет білдіру. Осы сізге жарғақ басы жастыққа тимей қаншама жүгірді осы балалардың ортасында. Адам келгендеріңізге қадамдарыңыз көп рахмет. Астанадан келіп отырған Жанғали досыма алғысымызды айтамыз. Қолдап келіп отырған жаңа Қайрат ағамыз бар, Болат ағаларымызға, Қалкен ағамыздың сізге де рахмет. Өнеріміздің кеші осылай нетпесін, жалғасын таба берсін. Баршаңызға рахмет. Құтты той болсын. Баршаңызға рахмет. Нұрмұхаметтің саусағынан төгілген қоңырын сіздердің де көңіл сарайларыңызға шуақ болып қалады деп кәміл сенеміз. Өнеріміз өшпесін, күмбірлеген қоңыр домбыраның дауысы үзілмесін. Баршаңызға рахмет.